есть определенный посыл и значение у этого слова. Сейчас, знаете, вот много женщина полуголая, действительно полуголая, сидит, разъясняет об исламе, толкует какой-то хадис пророка саллаллаху. Поэтому вообще, знаете, сейчас какое-то дурное время. Во-первых. Во-вторых, слово «шукр» — это быть благодарным. Мы же должны быть благодарны. Но единственное, вот ради показухи, да, говорим, что это делать нельзя. В остальном, во всем мы должны благодарить Всевышнего. Самая лучшая благодарность — это когда Всевышний дал человеку религию, веру. Когда у человека в сердце расположилось уверование в Всевышнего. Вот это и есть благодарность. Мы должны благодарить родителей. Почему многие говорят, что у нас мольба не принимается? Из-за того, что мы не благодарим Всевышнего. Чем больше мы будем благодарны, тем быстрее у нас будет принять молитва. И вообще, когда человек благодарный, покорный Всевышнему, у него все молитвы будут приниматься, и у него жизнь быстро наладится. А когда нет покорности, человек становится ненасытным. И всегда ему давай, и так и получится. И так жизнь закончится. Мен келесі жылы ораза тұтамын дейді. Алла қаласа келесі жылы ораза тұтамын. Алғаш оразамды 4-5 сыныпта тұттым дейді. Жақсы, қабыл болсын, сол күнге аман-есен жетіңіз, қабыл болсын жаным. Ауыз бекітіп болған соң күндіз бас жууға бола ма дейді. Болады, басын жуа бер. Су ішіп қоймаңыз, жұтып қоймаңыз, мұрнынан кетіп қалмасын, ішке болды. Өзімнің жеке табысымнан берілетін садақаны күйеуіме айтып беру керек па дейді. Негізі айтпай қойса болады, әйел адам өз табысынан, бірақ айтсаң ол да мәз болады. Мәз болып өзі, мен еркекпін деп бүйтіп күшті болып құтырып қалады байын. Түсіңіз бе? Сондықтан айтып беріңіз, қуансын. Мәз болады. Еркек өзі сонда еркек сезінеді сол кезде. Сіз соған мотивация бересіз, серпін бересіз. Қайырсыз болып тұрғанда қайырлы болуын сұрауға бола ма Алладан? Өзі қайырсыз болып тұрған нәрсені қалай қайырлы болсын дейсің? Сен қайырсыз болса да істей берейін деп тұрсың ғой. Мысалы, арам болған нәрсені маған түбі жақсы болсын, адал болсын деп сұрағанмен тең. Жоқ, Алла Тағала қайырлы болмай тұрған көріп тұрсың ба? Не қыласың оның қайырлы болуын сұрап? Қайырлы таң. Күйеуім ашумен WhatsApp-тан 3 рет талақ жазды. Сол санала ма дейді. Нақтылау керек, не жазды, қалай жазды, сол үшін фатуаға қайырластар. Муфтияттың фатуа бөліміне қайырластар. Талақ деген сөздің өзінен түсті ме, түспеді ме, қалай айтты деген сияқты бәрі қаралады. Бірақ негізі шариғи шеңберде талақ түсе ме дегенде ғалымдардың бір ауыз иттифақ келіскені түседі деп айтады. Өйткені жазды дейді, берді дейді. Өлген адамның орнына қажылық жасауға бола ма дейді. Қайырлы сауап ретінде бағыштаса, Құран, мысалы, өткенде бір ұстаз сымақ біреу айтып жүр ғой, болмайды, өйткені өсиет етпеген деп, Құран оқуға да өсиет еткен жоқ ешкім. Дұға қылып тұрыңдар деп өсиет етпей, мал сойыңдар деп ешкім. Біз істеп жатырмыз ғой, сауап, артынан істелетін сауап дұға ретінде бола береді. Ол үшін оның өсиет етуі шарт емес. Жасай беріңіз сауап үшін. Бірақ жасағаныңды сен міндет қылма, сен санама, бірақ жасай бер, Алла риза үшін сауабы шексіз. Ассаламағалейкум ұстаз. Қытайдағы ауыз бекіте алмағандар бітір садақа берсе өте ме дейді? Өтеді. Ораза не үшін істей алмайды, соған қарайды. Егер мылтық тіреп, өлтіріп, өміріне қауіп төніп, ішсе аузына тамақ құйып жіберіп, сондай семьясы қудаланып, шын мәнінде сондай лагерге түсіп қалып, ана түзету мекемелеріне түсіп, содан кейін жұмыстан қалып, тамақсыз қалып, аштан қалып, өлтіретін болып, сені сонда дінің үшін, иманың үшін сені қудаласа, онда ұстамайсыз. Ал егер өзің жеңіл жұмыстан ажырап қалайын, ақша көп түсіп жатыр деп дүнияви мәселені қойсаң, онда Құдайдан емес, кімге сыйынғаның өзіңе көрініп тұрады. Аға, тамақтан өзге зат ауызға кетсе ораза ашыла ма дейді. Ашылады? Ашылады. Пітір садақаны харекет қорына аударсан бола ма? Қабыл болсын етіңіз.
Кішкентай кезінде жаздыртқан тұмарлар тұр, не істеу керек? Су ағызып жіберіңіз. Ұлым 11 жаста, ораза тұтты ниеттеніп, арасында балалық жасап тұта алмай қалған күндері бар. Соны өтейді ме? Жоқ, 11 жаста бала, жоқ, өтемейді. Бірақ соған мотивация ұстағаннан көп көтеріп қойыңыз. Ұстаз, көзім шөп сияқты жасыл, көпшілік ордада ыңғайсыз дейді. Сен көпшілікке барғанда көзің төмен ұста, болды. Бүйтіп қарама, бүйтіп қарама. Бүйтіп қарасаң, мен көзіне вампирмен не біле деп астапыр деп бәрі шошиды, ыңғайсызданады бәрі. Сен қарама елге бадырайып. Өзі көзің қандай болса да төмен ұстаған адам жақсы болады, иман жүзді болады. Бадырайма, тем более қыз бала болсаң басың төмен ұста. Қазір көзімді көгертемей жүрмін деп қуанып жүр, көзіне линза салып жүр көбі. Сенге ұйтақ. Нұр Мұбарак түлектері деп шыға ма дейді. Жоқ, түлектеріне бермеңіздер. Түлектеріне керек жоқ. Нұр Мұбарак қор деген. Нұр Мұбарак дегенде қор деп шығады. Сол қорына бересіздер. Ең дұрысы менің аккаунтыма кірсеңіз, сөйде ссылка тұр. Соны бассаң, сонда адаспайсыз, точно сөз. Неге көп адам сабыр дейді? Дұрысы сабырлық деп айту дейді. Не болды Құдай-ай, тиісіп. Мысалы, Алла, Құранда Алла деп келген. Айтпасаң, Алла Пугачева болмайды ғой бәрібір. Неге? Мысалы, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Енді үйтіп қазақ айта алмаса, ассаламу алейкум, немесе салам алейкум десе, сонда астағфирулла, сендердікі дұрыс емес деп, байғұс өмірде бір рет сәлем берген екен саған, жындығы жібердік қой біреу. Осы әрбір сөзді қуалай беріп, мына сөз бүйтіп айту керек, мына сөзді бүйтіп айту керек. Өзі адам мұсылман болғысы келмей қалды ғой. Осындайлардың кесірінен адам діннен безгісі келіп кетті. Біреу бүйтіп айтса бүйтіп, біреу салам алейкум деп айтсаң болмайды. Кішкентай бір бала жүр, айтамын салам алейкум деді. Ойбай, өткенде біреу дұрысып жатыр біреу. Бір бала салам алейкум деді. Кішкентай бір бала тілі келмей ме, мақауыма, мылқауыма салам алейкум деді. Сөйтіп еді, кішкентай баланы жеп қойды бір отырған діндар адам. Астағфирулла, салам алейкум десең өлім тілейсің деп. Мұрынбақ 4-5 жастағы бала сол. Неге сондай елді жындығы жібердік осы? Өткеннен кейін салам алейкум деп өлше, сәлеметсіз деп айтқан дұрыс бола ма сонда? Енді қазақи сәлем десе шығар, енді болды ғой, енді айтыпты. Неге сабыр деп айтасыздар? Сабыр деп полный айту керек. Енді неге сондай демагогияға құмар болып кетті, сөз қолауға құмар болып кеттік? Өз айтқысы келмей қалды осыдан кейін. Құрсын сабыр деген құрсын айтпай ақ қойыншы десеші. Түсінем, бір сөз бойса да дұрыс айтқысын дейтін шығарсыз, бірақ ол ниет бұл жерге жүрмейді, айналайын. Сен өзің айта бер, түсініп болды, біреуге асылма. Ұстаз, Аман Расулды намазда қосу оқуға бола ма? Болады. Болады. 2 аят болады, ол жерде Аман Расул. Болады. Түсімде, ассалаумағалейкум, түсімде туысымның баласын емізіп жатыр екенмін. Сосын анамның көзі көгеріп кетіпті, бұл нені білдіреді дейді. Қарызды білдіреді. Қарыз бар орталарыңда. Олым 5 күн болды. Алматыда мешітте телефон өшіріп тастап жатқанына. Былтыр оразаның қайда кетті? Оқып үлгермей қалдым, кешірім сұраймын. Оның аты иғтикаф деп айтылады. Иғтикафта мешітке кіруге болады, рұқсат етілген мешіттер бар. Енді бір барып көріп қойыңыз, шынында сол жақта жүр ма? Басқа діндегі жігіттерге ассалаумағалейкум деп амандасуға болады ма дейді. Басқа діндегі деген қандай сөз? Сен точно білесің ме басқа дінде екен? Түсімде зомби көрдім. Адамдардың зомби болып кетті. Телефонды азайту керек, қуып атсын деген сөз. Телефон көре берме, тикток көре берме деген сөз. Вчера пропустила эфир. Скажите, пожалуйста, что сказали про воспитание детей? Вау. Вчера
много говорили. И самое нужное насчет воспитания мы говорили. Вчерашняя у нас была... Она выложена в интернете, вы посмотрите, я там несколько моментов охватил. Сегодня тоже сейчас, через пару минут начнем. Сегодняшняя тема тоже будет касаема, особенно она в какой-то части будет касаться родителей, поэтому услышите до конца. Ассаламу алейкум. Зекетті бір қарызға батқан кісіге айтып бердім. Жартысын қайтыс болғанда мені өгей әкемнің атымен атап жаназа шығарама. Оқып үлгеремін, кешірім сұраймын. Туған әкем бар дейді. Әкенің алдында атын да білемін, бірақ басқа әкенің қолында өсіп едім. Енді қайтыс болғанда мені әкемнің атымен атап жаназа шығарама, әлде туған әкемнің аты? Бірінші өліп ал депті ғой. Бірінші өліп ал, содан кейін көре жатармыз дегендей, сен оны уайымдамашы жаным. Сен неғып өлімді ойлап жүрсің? Мен қазақты өмір сүруге үйрете алмай жатсам, сіздер өлімді ойлап жатсыздар. Ол итак келеді, асықпа. Болады ол өлім хақ. Сіз уайымдамаңыз. Сізді баққан әкеңнің атын айтама, туған әкеңнің атын айтама, онда уайымдамаңыз. Мен Алланың алдына қалай барамын, қай бетімен барамын деп соны уайымдаңыз. Алламенен қалай кездесемін, қандай күйде боламын, соны уайымда. Қайраттың баласы деп айтамын, Мараттың баласы деп айтамын, ол не важно сізге. Оны уайымдамаңыз. Негізі туған әкенің аты айтылғаны жақсы деп келеді. Бірақ сенің баққан әкең ренжісе, мен бағып едім, бұлақ бәрібір қасқырдың аты қасқыр екен ғой деп ренжіп, мамаң орта бұзылып, семьяң бұзылатын болса, онда екі папаңды айта береміз. Қанат пен Рүстемнің баласы деп айтамыз. Баққанды айтса болады, қаққанды айтса да болады, туғанда. Екеуінде айта береміз, ештеңе етпейді. Уақиға сүресін Алладан ұлыма шипа болсын деп оқып жүрмін, дұрыс па? Дұрыс, ниетіңіз қабыл болсын. Көзіме тамшы тамызсам ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Намаз оқығанда мысық алдыңа отырып алса намаз бұзыла ма? Дейді, жоқ. Намаз оқып үйреніп жатырмын. Таң намазының сүннет оқу керек, оқисыз. Ауыз бекіткен соң уақыт келгенше су ішсе бола ма? Болады. Уақыт болды астана, дұрыс айтасыз. Сәресіне тұрғаннан кейін дұға оқып қадір түнін күтуге бола ма? 3-те тұрамыз дейді. Болады, қабыл болсын. Бірақ одан да ерте тұрыңыз да сіз. Олымды сүндетке отырғызса, құс қайтатын уақыт дегенге сену керек пе? Мифке қаншалықты? Исламда мифқа жүрмейді. Мифқа да миф деген бар, порошок, оған да сенбейсіз. Одан кейін бар, миф деген бар, наркотик, оған да сенбейсіз. Ол миф деген дұрыс емес исламда. Нақты дәлел болу керек. Нақты дәлел болмаса, қияли, фантазия нәрселер ол миф болып қала береді. Баллагерге барсаң діннен шығама дейді. Қатты қорқытып айтқандар бар, діннен шығып кетесің деп, өйткені сен Құдайдың дегеніне сенбей жатсың деген уәждемелер бар, бірақ бәрін кәпір қылып жібере бермейік. Бұрын барып қойсаң тәубе ету керек болады. Тамағым қатты ауырып жөтеліп тұрмын дейді. Ораза ашуға бола ма? Инстаграмда отырғаныңа қарағанда ашуға болмайды. Сәпсем көк жөтел болып деп өліп процент ашып жіберу керек. Онда күйде болсаң. Ал енді кішкене андасаң бәріміз жөтеліп жатырмыз. Қадір түні қандай дұға оқуға болады? Барлық білген дұғаңды оқи бер, соның ішінде аккаунтымызға салып қойдық. Бәріміз Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни дегенді оқи бер. Фатиха мен Ихлас сүресін, Фалақ, Нас сүрелерін оқимын, бағыштаса бола ма? Болады. Орамалымды шешкім келеді. Жас кезімде қызығушылықпен кіріп қойдым ба деймін. Қазір ептей алмай жүрмін. Ертең жауабы үлкен бола ма? Арғы дүниеде өзімді қинап таққым келмейді дейді. Алла, астағфирулла. Алла хидаят берсін сізге. Не істейміз енді? Сені зорлап таққызамайды ешкім. Алла жүрегіңе салсын қызым. Алла бір алып келген екен, сол үшін айтамыз ғой,
намаз оқығаныңа мақтанба, намазды ұстап қалу маңызды. Намаз оқыдым деп мақтанба, намазбен өмір сүру маңызды. Орамал тақтым деп мақтанба, орамалды ұстап қалу маңызды. Сондықтан алтыным сол, енді Алла тағала итак шешкен қыздар көп. Шешкенде жай шешпей жалаңаштанып кеткенде бар. Чуть-чуть шешемін, көп шешпеймін енді. Мына шетін бүйтіп қайрам, сон бүйтіп қайрам, сон бүйтіп қайрам дегендер тола. Сондықтан жаным шешпе. Құдай сені шешкендер көп, сен кірмеш соған, жаным сол. Алла саған иманын қуатты қылсын, жаным. Ауыз бекіткенде 2-3 минутқа кешіксең дұрыс емес, 1 минутқа да кешігі болмайды. Уақыты кірді ма, ауыз жабылу керек, тоқтатасың. То есть тамақ ішпейсің, ауыз жабу керек деген сөз, дұғаны кейін айта берсең болады. Бірақ сол моментте, мысалы қазір Астананың уақыты кірді. Мысалы мен дұға айтқан жоқпын әлі. Бекітуге ниет еттім деп айта бер, бір жарты сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін айта бересің. Бірақ тамақ ішпе, болды. Жақсы, бүгінгі айтатын негізгі тақырып мынау. Ең бір вирус туралы айтқым келеді. Балаларға жұғатын вирус бар. Соны әке-шешелер жұқтырасыздар. Баланың тәрбиесіндегі ең жаман нәрсенің біреуі сол, баланың адам болуына да, адамдықтан ада болуына да себеп болатын осы вирус. Осы вирусты сіздер сіңіресіздер, ортада ағайыншыл, бауырмашыл, туғаншыл, қазақшыл болуының вирусын бұзатын сол вирус бар. Ол вирусты сіздер саласыздар, ата-аналар. Сол вирус сізде болмаса, балаң бұл ауруға шалдықпайды, ұрпағың шалдықпайды. Яғни шайтан осы вирусты жұқтыруға тырысады. Өкінішке орай, көп үлкендер осы ауруға жұққансыздар. Тыңдап қандай ауру екен? Бұл өте жаман ауру. Қалай ойлайсыздар, қандай ауру? Туғаннан бұзатын, ағайынның ортасын бұзатын қандай ауру бар бізде? Бұл вирус болғанда, бұл шайтан қуанатын, шайтанның вирусы бұл. Сол шайтан вирусы сізге жұғады, сіз соны балаларыңызға жұқтырасыздар. Өзіңе жұқса да балаңа жұқтырмауға болады, бірақ сіздер жұқтырасыздар көпшілігіңіз. Қандай вирус ол? Өсек дейді. Ей, жаным сол, Талғаттың қызы. Ей, бәрекелді. Ана суретінде ауыстырып қойшы, жүрегім ауырып кетті. Жаным деп ана аккаунтында суретini көрем, жүрегім тартып кетті. Бисмилля, бисмилля. Аккаунтта суретінде ауыстырып қой, қызым. Дұрыс, супер, өсек. Өсек деген өзіңе жұқтыма, отырып ап тұрып әңгіме айтасың, байыңмен, күйеуіңмен, бауырыңмен, сіңліңмен, қарындасыңмен, кішкентай балаң естіп отыр. Мынандай деп сіңіл ол тыңдап отыр, шайды сораптап ішіп, ішкенсіп, телефон қойып отыр да, ойнап отыр, құлағы сенде. Сен отырып ап жамандап атсың, өсек айтып атсың, анадай мебель алыпты, сөйтіп бүйтіп. Ауыз ошадан келеміз де, бәріміз өзіміз тойып келеміз де, ұйықтамаймыз. Тойып келіп, ары қарай тамақ ішеміз. Үйде тамақ ішкенде абсурдизат ету керек, ана ауыз ошарда, неде болған көйлекті, ана қатындарды бәрін абсурдизат етіп, соның бәрін каша қыласың. Алып келген тамағыңды пакетпен алып келгенде дастарханға жаясың, соны жеп тұрып тағы ішесің. Ішкен кезде соның тамағын жеп тұрып, сол үйге өсекті ішсіздер. Соны өсектігенде балаң естіп отырады, қызың екеуі. Тағы не айтты. Сол кезде баланы қайтаруды ұмытпаңыздар. Тұр, саған не әңгіме керек? Деп ана комнатада естірткізбеңіз. Біріншіден айтпа, екіншіден баланы тыңдатпа. Неге? Өйткені ең жек көретін нәрсенің біреуі, Алла тағаланың алдында жек көретін нәрсенің біреуі осы өсек ғайбат. Шайтанның өзі бір күні ренжіп отыр дейді. Не болды, не ренжіп отырсын десе, адамдар өздерімен өздері бір-бірін өсектеп, маған жұмыс қалмай қалды, бір-біріне айдап салу қалмай қалды деп шайтан вирусты жұқтырады екен. Бұл өсек вирусы, ғайбат вирусы, бір-бірін жамандау вирусы. Әшәдді мина зина, әшәдді мина қатыл, адам өлтіргеннен, ойна күнә жүріс жасағаннан да жаман болған күнә, бұл өсек, ғайбат, өтірік. Осы үшін бірақ айта берейік қосып. Сондықтан осындай нәрселерді ақтамаңыздар. Үйде отырып, не өпті? Өтірік айтып атқан жоқпын ғой, как есть, шындықты айтып атырмын. Ода тұрған не бар? Мен ойымнан қиялы жасап атқан жоқпын ғой деп, айтқан сөзіңіздің барлығы, біліңіз, айтқан сөзіңіздің барлығы
ғайбат болады, сол ғайбатты балаңыз естімесінші. Өзің күнәға өзің батсаң да балаң естімесін. Ғалымдардың бір сөзі бар, біреуді өсектейтін болсаңдар дейді, шешелеріңді, мамаларыңды өсектеңдер дейді. Неге десе, сауабың сенің ең болмаса басқа біреуге кетпей, мамаларыңа кетсін дейді, жақыныңа кетсін дейді. Сондықтан мен бұл жердегі айтайын дегенім, осы өсек, өтірік аяңдарға балаларыңызды құмарттырмаңыздар. Жарайды, сен өзің аузың ие боламайсың, өсекті жақсы көресің, біреуді сүйреп апарып тастайсың сай-салаға, бірақ әйтеуір соған балаларыңыз естімесінші, қыздарыңыз естімесін. Ертең күні күйеуге шығып, соны барған кезде жаңағы тұрып алып тұрып, өстіп еді, бұл да өстіп еді деп, соны өзің төркінін айтып, ол да сондайға құмар болмасын. Ең жек көрген нәрсенің біреуі осы. Ниетім дұрыс қой менің ниетім дұрыс, мен жаман болсын деп айту жатқан жоқпын деген сөзді де бұл жақсы дүние емес. Кезінде үлкен бір сахабаға біреуге айтыпты да, сен осылай өсектеп жатыр бәлен жерде десе, айтады дейді ғой, ол адамға барып, сен мен өсектепсің, егер менде сол қасиет болса, сен айтқан, онда Құдай мені кешірсін депті. Егер менде ол қасиет жоқ болса, Құдай сені кешірсін деген екен. Сондықтан айналайын, біреудің сыртынан айту үлкен ғайбат. Ғайбаттың ғайбаты балаларға өткенде жаман болады. Жарайды, өзің ғайбат алыпсың, біреудің күнәсін көтеріпсің, о дүниеге соның алыпсың. Бірақ айтайын дегенім, балаларыңызды өсек аяңға жақын қылмаңыздар. Балаларыңызды әңгімеге жақын қылмаңыздар. Өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ біреудің сөзін естіп, ағайынның ортасындағы әңгімені естіп, оның баласының тәрбиесі екенін естіп, яки тәрбиелі екенін естудің қажеті жоқ. Одан кейін балаларыңызды біреудің балаларымен салыстырмаңыздар. Ананың баласы андай екен, қарашы, сабақ жақсы оқиды екен, қарашы, үйінің осылай екен деп, сіздің балаңыздың өзінің жолы бар, өзінің өмірі бар, өзінің тірлігі бар. Иә, балаларыңызды тәрбиелеу керек, балаларыңызды өсіру керек, жақсы нәрсеге айту керек, бірақ өсек өтіріктен балалардың көзінше ағайындықтың мәселесін көтермесеңіздер деген өтініш. Ауыз ашадан келгеннен кейін, оразаның күні ғой, ауыз ашадан келгеннен кейін тұрып алып, бәлен жерде бала екен, түгілен балалар осындай екен, дастарханды осындай қыпты, еттелі шиік екен, бір қатықпаған ет па, қазысының онша емес, иісі бар ма, тамағы бар ма деген сынды дүниелерді, ағайынның ортасындағы әңгімені балаларды естіртпегендеріңіз жақсы болады. Балаларыңызға қанша тәрбиелі сөз, жақсы сөздерді айтсаңыздар, барын асырып, жоғын жасырсаңыз, Алланың алдында үлкен дәреже мәртебелі істердің түрі болады. Енді осы өсектің балаға 4 залалын айтып берейін. Біріншісі, адам өсектеудің себебіменен кәпір болады. Бір өсек бар, бұны ғайбаттың себебімен кәпір болады. Екінші бір өсектің түрі бар, сіз естіп отырып 200-ді боласыз. Мұнафиқ өтесіз. Үшіншісі болады, күнәлі боласыз. Бұған және ғайбат себебімен сауап алуыңыз да ықтимал. Біріншісі, адам кәфір болып, күфір болатын нәрсенің біреуі. Бұл Алланың атынан айтса, яки болмаса дініне қатысты, пайғамбарымызға қатысты нәрсені айтса, адам күфірге дейін өтіп кетеді. Екінші себебімен нифақ болады. Бұл толық білмей еттің, нақты білмейтін. Одан кейін күнәлі боласың, тәубе ету керек болады бұған. Астағфирулла деп Құдайдан кешірім сұрайсың, бұған тәубе етеді. Төртінші себебімен сауап аласың дегені бар. Енді ол ашық істеп жүрген болса, ашығына ашық айттыңыз, өтті кетті. Енді осыны балаңыз көріп отқанда осы қасиетті алады. Не ол балаң кәпір болады, не сіздің сөзіңізге ілесіп нифаққа кетеді, не болмаса махжур болады, тәубеге керек болады, және немесе өтетін болады. Арамды адал дейтін болса истихлалға, яғни кәпірлік өтеді. Сіздің сөзіңізге ілесіп атын айтып жасаса, бәленнің баласы сондай екен деп сіздің естіп алып арғар айтатын болса, сол күнәға сіз кіріптар боласыз. Бұған үлкен тәубе керек болады. Яки болмаса ана адам, кешірім сұрайтын адам дүниеден өтіп кетсе, онда ахуалың біткен болады. Осы ғайбатта, балаға өткен күнәда, ғайбатта 3 мәселесі бар. Бірінші мәселесінде күнә деңгейімен алатын болсақ, қайсы күнә балаға үйретілді, мысал, бала өсек естіді, өсекті бала бойын алды да, осы балаға өткен өсекте 3 нәрсе бар. Біріншісі, күнә деңгейінде
адам күнә кешіріледі, мүмкін кешіріледі, біреуінікі өтте ауыр кешіріледі, біреуі вообще кешірілмейді. Яғни қараңыз, үш түрлі бар. Мүлде кешірілмейді, төменнен бастадық. Мүлде кешірілмейді, кешірілуі өте ауыр және кешіріледі. Қараңыз, бірінші бала тәубе етті. Сізден үйренді, сіздің сөзіңізге ілесті, бала біреуді жамандады, тәубе етті, иншалла Алла кешіреді. Екіншісі ауыр кешіріледі. Біреудің ақысына кіресеңіз. Енді мүлде кешірілмейді, ол айтқан адам өмірден өтіп кетсе. Кімнен кешірім сұрайсыз? Мысалы, сіз туғанда айттыңыз. Үйде келдің, тамақ ішіп жатқанда айттыңыз. Балаңыз естіді. Естігеннен кейін түбіне жеткен жоқ бала, сіздің себебіңізбен сол туысқандарды жек көріп кетті, сол баланы жек көріп кетті, сол көршіні жек көріп кетті. Сіздің сөзіңізге ілесіп. Сондай болды. Соның күнәсіне сіз кіріп тарсыз. Бұның кешірілуі өте ауыр болады. Сондықтан алдынан өтуіңіз керек болады. Енді ол адамдар, айтқан адамдар өмірден өтіп кетсе, олар араласпай кетсе күнәсіне сіз де кіріптар боласыз. Сондықтан ұрпақ тәрбиесіндегі баланы Абай атамыз айтқан өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп, өсекті бірінші өтірікті қойып, одан кейін мақтаншақ рияны қояды. Сондықтан неге үшеуін қатар қойып отыр? Бірінші қазақтың жаңағы кеше Жібек жолы телеарнасынан кешкі болып отқан ораза қабыл болсын деген бағдарламада осы үш сөзге тоқтадым. Обал болады, ұят болады, және жаман болады. Сол неге жаман болады соңында тұрғандығы, сол Алланың алдына баратындығы. Сол үшін ұят болады, одан ұят болады, естіп қойса қой деп қайтару. Екіншісі обал болады, сол біреудің обалына қалма, сыртынан әңгіме айтпа, соған ілеспе. Бұл екі. Соның екеуіне тоқтамасаң, обал мен ұятқа тоқтамасаң, онда сенің ақырың жаман болатындығын айтқам. Қазақтың әрбір сөзі даналық, қазақтың әрбір сөзі имани, рухани сөз. Сондықтан Алла разы болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, балаларыңызға дұрыс тәрбие беріп, өсектен, өтіріктен, жаманнан алыс қылуға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.